доставка туралы маңызды ақпарат. Мысалы, Пинтоға кірген кезде мысалы бір затты, заказ берген бір затымызды қараймыз. Мысалы, столикті алайық. Сосын үстіне жасылды басамыз. Ең төменге қарай стрелка тұр, соны басамыз. Басқан кезде қараңыздар. Сіз заказ берін оплата жасаған күннен бастап есептемейсіздер. Ол ішкі логистика деген бір. Ішкі логистика ол мүлде есептелмейді. Яғни ол сіз заказ берген завод па, продавец па, или там солардың заты, именно біз Қытайдағы складымызға жеткен аралықты есептемейміз. Енді мына жерде 2024 1-18, яғни 2024 январь 18 күні сағат 12:15-те мына товарымыз Қытайда складқа барған. Енді осы 18-не тағы да 2-3 күн немесе 4-5 күн қосамыз. Не себептен десеңіздер, потому что ол жақта сортировкадан тағы өту керек товарлар. Ол жаққа әкеп тастағаннан кейін ол бөлек нәрсе. Одан кейін тағы қосамыз, чтобы сіздер ойлай қалмаңыздар. Мен бүгін заказ бердім, бітті, одан кейін маған бір аптаның ішінде 15 күнде затты келе қалады деп. Олай емес. Заказ бергеннен кейін складқа осы жерден қарайсыздар. Қарағаннан кейін барып осы датаға тағы 2-3 күн немесе 4-5 күн максимум қосасыздар. Қосқаннан кейін барып сол аралықтың Алматыға дейінгі күнді есептейсіздер. Содан кейін барып осылай заттарыңыз келетін болады.